Сәлем достар, қалайсыздар? Мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Нұрбану. Алдыңғы видеода көрген боларсыздар. Мен офистік жұмыс туралы айтам деген болатынмын. Бүгін мен сәт түсіп тұр. Офистік жұмыс туралы сіздерге қазір барлығын түсіндіріп айтамын. Мен 1 жылдан аса осы офисте жұмыс істеп келе жатырмын. Білетін шығарсыздар, офистегілер таңғы сағат 9-дан 6-ға дейін, немесе таңғы сағат 8-ден 7-ге дейін әртүрлі графикпен жұмыс жасайды. Бірақ көбінесе сол 8 сағат, болмаса 10 сағат жұмыс жасайтындар да бар. Мен өзім таңғы сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймын, және де аптасына 5 рет барып келемін. Бүкіл өмірімді сол офиске арнап жүрмін десем де болады. Ешқандай бір, қалай айтсам болады, ешқандай бір стабильді жұмыс емес ол. Және де қыздар, жігіттер, сіздерге офиске жұмысқа бармауға кеңес беремін. Өйткені офисте ешқандай сізде жоғарыламайсыздар да, сіздерді көтермейді да. Егер танысыңыз болмаса, сізді ешқашанда көтермейді. Мен мысалы өзім іс жүргізуші болып жұмыс жасаймын, архивпен де жұмыс жасаймын. Ешқандай бір, бір сарынды жұмыс, орыстарда айтады ғой, день сурка деп, день сурка, бір сарынды жұмысқа барасың, келесің, көзді ашып жұмғанша қаншама жылдар өтіп кетті. Бірақ жоғарылау, айлығыңа қосу деген әңгіме мүлдем жоқ. Достар, жалпы айта кетсем, осы офистік жұмысқа жұмыс істеп жүргеніме өзім кінәлімін. Өйткені мен жоғарғы дипломым бар, мен мамандығым басқа. Ол мамандық бойынша жұмысқа кіру үшін, білесіздер, Қазақстанда тек таныспен ғана кіре аласың. Сондықтан да мен осылай жүрмін офисте қаңғып. Жалпы ешкімге мен тілемес едім офисте жұмыс жасауға. Енді кейбіреулерге ұнауы мүмкін, қағазбен жұмыс жасау, кейбіреулерге ұнайды отырып жұмыс жасау, кейбіреулерге ұнайды, ал маған мүлдем ұнамайды екен. Мен шығармашылық адаммын, мысалы, мен көп сурет те саламын, сондықтан маған шығармашылық жұмыстар қажет екен. Енді 35 жасқа келіп соны енді түсініп жатырмын. Мен ақымақ, соны енді түсініп жатырмын. Мысалы, мен Инстаграм, ТикТоктан көремін, көптеген 15-16 жастағы балалар керемет жақсы өмір сүріп жатыр, жағдайларын көтеріп тастаған. Мен оларды ешқашанда қызғанбаймын. Керемет, біздің қазақ қыздарымыз, жігіттеріміз керемет, солай байып кете берсін. Бірақ мен осылай 100 мың айлыққа жүргенде өзімді кінәлаймын, ешкімді кінәламаймын. Мен бір сорлы болып жүрмін, шын айтсам бар ғой, офисте. Жұмыстан шығып кетейін десем, басымда несием бар, несие алғанмын, 1,5 миллион. Бұл 1,5 миллионды еще білесіздер, қай банктен алғанымды, онлайн алдым несиені. 150% үстіне қосып тастаған, 4 жыл бойы төлеймін, 4 жылда енді кім бар, кім жоқ, масқарам. Таза ақымақ болған екен несие алып. Достар, сіздерге айтарым, ешқашанда несие алмаңыздар, қара су ішсеңіздер де несие алмаңыздар. 100 рет ойланып барып, ақылдасып, егер қатты қажет болып жатса, я болмаса ауырып қалсаңыз, сондай жағдайлар болмаса, алудың қажет жоқ мүлдем. Алмаңыздар кредитті ешқашанда. Мен мысалы күйініп отырмын да, түгел алып жатқан 120 мың айлығым түгел несиеге кетіп жатыр. Өзіме дым да қалып жатқан жоқ. Депрессияға да түстім десем де болады осы несиенің арқасында. Жұмысқа тұра алмағаныма өзімді кінәлаймын. Менен жастағылардың барлығы керемет жақсы өмір сүріп жатыр, ал мен болсам күнде сол ойыма келеді. Міне сен осылай өмір сүріп жатсың. Өзім ішкі дауысым айтады, мысалы, сен сорлысың, осылай өмір сүріп жатсың. Мен бір нәрсе жасап қойдым ба, біреуге бірдеңе істеп қойдым ба, мен білмеймін. Ешкімге ешқандай зиян тимеген сияқты еді. Неге бұлай менің өмірім осылай болып кетті деп түсіне алмай жүрмін, шын айтсам. Жұмыста бізде үлкен кісілер, көбісі шал, кемпірлер жұмыс жасайды. Пенсияға шыққан, бірақ пенсияға шықса да, жағы зейнетке шықса да, жұмыс жасап, айлық алып жүр, ол да жақсы шығар. Оларға шай тасып, көк шай ішеді ол кісілер, мысалы. Сіздерге келесі видеода әлбетте жұмыс орнымды көрсететін боламын, қай жерде отыратын, мысалы, компьютерлік жабдықтарымды сіздерге толықтай көрсетемін. Солай достар, несие деген, мысалы, исламда қайшы ғой, қарама қайшы нәрсе ғой, ол деген харам нәрсе. Несие болған жерде береке болмайды. Міне осылай біздің үйде береке де қашты, шын айтсам кейде нанға да ақша болмай қалады. Туыстардан сұрай берсең, туыстарың 1 береді, 2 береді, болды. Ары қарай бермейді ол. Оларды түсінуге болады.
сұрауға да ұяласың. Мынандай заманда, осындай дамыған ғылыми технология дамыған заманда нанға ақша сұрап отыр дегенге ұят нәрсе. Мен әрине өзімді кінәлаймын соған. Достар, осы туралы, жаңағы несие туралы өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер видеоның астына. Және де мен сіздермен бөлісіп отырмын өзімнің ойымды. Және де осы офиске жұмысқа тұрмауға кеңес беремін, бірақ ешқандай бір дамитын бір жұмыс деп санамаймын. Шығармашылық жұмыстармен айналысу керек, өз мамандығымен жұмысқа кіру керек. Бірақ енді кейбіреулерге ұнайды ол қағазбен жұмыс жасаған. Енді мен шын айтсам бар ғой, Құдай қаласа жаз болса мен жұмыстан шыққым келіп тұр. Бірақ енді қорқып отырмын, несиемді төлей алмай қалсам, басымдағы пәтерімді тартып алама деп. Сондықтан амал жоқтан өз-өзімді қинап барып жүрмін. Жан-жақты ойлап жатырмын, офистен жұмысқа шығып қайда барсам екен деп. Достар, өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Мысалы, офистен жұмыстан шығып қайда барып жұмыс жасауға болады, шығармашылықтармен айналысып, курс сатып алу міндетті ма, мысалы бар ғой, SMM мобилография дегенді мен сұрап көрдім, 300 мың деп отыр бағасы, 300 мың, 400 мың дейді. Бір күнде үйретемін дейді. Мен оған сеніп отқан жоқпын. Bir күнде қалай үйренесің, мысалы оны қыр-сырын біліп алу керек қой, түсірудің, монтаж жасаудың бәрін біліп алу керек. Сондықтан мен оларға сенбедім. Достар, өз пікіріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Қайда барып жұмыс жасауға болады, мысалы шаштаразға барайын десең, ол шаштаразда 3-4 ай, кемінде 6 ай үйреніп алу керек. Сосын барып сен жұмыс істей аласың. Ол практика жүргізу керек, ол жақта шаш қырқып үйреніп алу керек. Ол да қиын тірлік, оны да көп оқу керек. Ал маған данный момент ақша қажет, білмеймін, не істерімді білмей отырмын. Достар, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, ойларыңызды, және де қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық, лайк басып, сізден лайкты күтемін, қолдау күтемін. Сіздің қолдауыңыз маған дәл қазір өте маңызды. Қыздар, жігіттер, поделиться батырмасын басып осы видеоны таратсаңыз да болады.